Баршаңызға сәлем достар, сіздермен осындай керемет сүтті десерт дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен сүтімізге шекерімізді саламыз. Содан соң ұнды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Іртік болмау керек. Содан соң жүгері крахмалын саламыз. Ванилин саламыз. Ванилинді қоспасаңыздар да болады. Тағы да араластырып аламыз. Енді газге қойып қайнатамыз. Қоюланғанша, қайнап біткенше араластырып тұрамыз. Араластыруды үзбейміз. Арасында сармайдан кішкене бөлігін салып жібереміз. Араластырып тұрмасаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай қоюланады. Міне осындай консистенцияға келген кезде газды өшіріп, кішкене 10 минуттай суытамыз. Содан соң осындай тік болып келген стакандарға құйып, тағы да суығанша бетін жауып қойып қоямыз. Суығаннан соң 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Барлығын бетін жаптық, 5-6 сағатта холодильникте тұрды. Сол арада біз бетіне жағатын шоколадын дайындаймыз. Осындай шоколадты ертіп алыңыздар. Міне бізде жаңағы десертіміз дайын болды. Содан соң оны осылай қолымыздың көмегімен бетін бірінші ажырата аламыз. Осылай стаканды айналдырсаңыздар, өзі түсіп қалады. Міне формасы да бұзылған жоқ, өте әдемі болып шықты. Енді ортасынан кесіп, екі бөлікке бөлеміз. Барлығын осылай қолымыздың көмегімен ажыратып, стаканды айналдырып, формасын бұзбай аламыз. Екіге бөлеміз. Содан соң кокосовый стружканы сеуіп, соған жаңағы десертімізді айналдырып аламыз. Формасын бұзбаймыз. Міне осындай болып шығады, өте керемет болды. Бетіне жаңағы еріткен шоколадымызды жағып шығамыз. Дәмі өте керемет болып шығады, өте нәзік. Өз қалауларыңызша әрлейсіздер. Шоколадтың бетіне фисташка септім, оның орнына басқа нәрсе жасасаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады, және өте нәзік болып келеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая ас болсын.